Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және студенттер. Менің аты-жөнім Дүйсенова Роза Жаңабекқызы, өндірістік оқыту шеберімін. Бүгінгі мастер-классым тақырыбы Веллингтон дайындау. Мастер-классының мақсаты етті дұрыс дайындау және оны қаттау техникасын үйрету. Веллингтон тағамына ең бірінші келетін болсақ, бұл ағылшын асханасының ажырамас бір бөлігі болып саналады. Ертеде ағылшында сиыр еттің жаңағы кесінді бөлігін қатпарлы қамырда орап пісірілген. Бұның негізгі шикізаттары саңырауқұлақ, пияз, қатпарлы қамыр және кесінді ет болып табылады. Ал енді пісіруді бастайық. Негізгі шикізаттар біздегі сиыр етінің кесінді бөлігі саңырауқұлақтар, пияз және де қатпарлы қамыр болып саналады. Біз ең бірінші кесінді етімізді дайындап аламыз. Бізде негізі Веллингтон әдетте үлкен бөлікпен пісірілетін болғандықтан, ет қабаты қалың болғандықтан біз бірінші етті алдын ала шала тұздықтап аламыз. Ол үшін біз тұз бұрыш және дәмдеуіштермен алдын ала шала тұздықтаймыз. Шала тұздықтау бізге не береді? Шала тұздықтау бізге еттің жұмсаруына, өзіндік дәм беруіне көмектеседі. Бұл жердегі температуралық қуыру параметрлері бізде Веллингтон дайындау үшін medium well қолданылады. Medium wellді алу үшін біз бірінші қазір кесінді етімізді негізгі әдіспен қуырып алатын боламыз. Ал енді пісіруді бастаймыз. Ол үшін біз бірінші алдын ала қыздырылған табамызға етімізді салып қуыратын боламыз. Ол үшін бізге өсімдік майы керек. Қуырма қабық пайда болғанша етімізді пісіреміз. Қуырып аламыз. Қуырма қабық пайда болғанша қайта-қайта оны ауыстырмай жақсылап қуырып алатын боламыз. Және де осы жерде біз размарин салып дәмін кетіріп
кеткенімізде ар жағы форма қалып пайда болған соң ұстап қолға аламыз. Осы жерде айта кететінім, Веллингтон атауы не үшін Веллингтон деп аталды? Ол Веллингтон атауы негізінен тағамның атауы бірнеше нұсқаға ие болып табылады. Ол ең бірінші ағылшындардың Наполеон Бонапартты жеңген қолбасшысы Артур Уэсли Веллингтонның құрметіне аталса, екінші нұсқада ол Жаңа Зеландияның астанасы Веллингтонға арналған деседі кейбір деректерде. Ең бірінші осы Веллингтон тағамын Франсуа Пьер Лагарен атты аспазшы ойлап тапты. Ол ең бірінші жаңағы көкөніс пастасын дайындап, оны алдында қамырға жайып, солай пісіріп жүрді да, кейіннен кейін оған сиыр етін қосып, осы Веллингтон мерекелік тағамын ойлап тапқан. Содан бері осы ағылшындардың ұлттық тағамдарының бірі болып саналады. Дұрыс пісірілген ет кескен кезде оның ішінде түс қызғылт түс пайда болу керек, және де еттің өзінің шырыны болады. Сол кезде ол біз өзімізге қажетті мезгілде қуырып қара мүйізін алған болып есептейміз. Бұл Веллингтон тағамы негізінен тәуелсіз тағам болып саналады. Бұған гарнир қажет емес, бұны түспен бірге береміз. Ал қамырдың ішінде саңырауға қамырын салып бірге ораймыз. Дайындаған біздің.
көріп жатқандарыңыздай енді қуырма қанттар пайда болады. 무슨을 또 구우러 알고 기르스 인력 오перацияны көреміз. Жаңағыдай айтып өткеніміздей, бұған қабат дайындаймыз дедік. Қабат дайындау үшін бізге керегі саңырауқұлақ майдалап туралған және де пияз. Осы бірінші пиязды қуырамыз, содан кейін саңырауқұлақты қуырамыз. Бұл кем дегенде 10-12 минут қуырылады, өйткені сұйықтық буланып кету керек.
алдымен біз пиязымызды жақсылап қорамыз, одан кейін барып туралған самарауыттарымызды қосатын боламыз. Осы самарауымыз жасап береміз. Осы тұста сұйықтығымыз әбден буланып кеткенше қуырып алатын боламыз. Өздеріңізде көріп тұрғандай майдалы суданнан самаралатыр. Әбден қуырып алған соң қоямыз. Осы тұста алдын ала жаңа қуырып қойып етімізді соған шаржалап дайындап қоямыз.
қуырылған саңырауқұлақтарымыздан сұйықтық толығымен болған кезінде осылай қуырып аламыз. Енді осылай қоямыз. Барлық қамырымызды өзімізге керекті мөлшерде тік төртбұрыш етіп жайып аламыз. Қатпарлы қамырды алдын ала төртбұрышқа айналдырамыз. Қамырды жайып алғаннан кейін толығымен етті жабатындай етіп қабатымызды жайып, оның үстіне етті орап, ары қарай 180 градуста 25 минутта 50 минутты ары қарай піседі, дайын болады. Bölüm keselim. Тағамдық пленканың көмегімен қамырымызды қаптау дайындаймыз. Дайындап 4-3 етіп жайып алған қамырымызға дайындаған қабатымызды орналастырамыз. Қабат етті толығымен жауып тұру керек.
қамырымыздың артық бөлігін кесіп аламыз. Қамырымыз жақсы жабу үшін yavaş аламыз. Қамыр біріктіреміз. Артық қалған қамырымыздан сәндеу үшін қолданамыз. Жай жүрміз тағы. Осылай үстіне орналастырамыз. Осылай сән берсек болады. Bölüm kesip istemiz.
паракомбинктоматта 180 градуста 25 минутта піседі. Енді Веллингтон паракомбинктоматта 180 градуста 25 минут піседі. Сол үшін уақыт алмастан осылай алдын ала дайындадым. Енді осы көріңіздер. Менің мастер классыма келіп қатысқандарыңызға үлкен рахмет.